Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағы 60-шы сабақ. Көкөністердің денсаулыққа пайдасы туралы не білесің? Көкөністердің құрамында денсаулыққа пайдалы дәрумендер өте көп. Көкөністер тез әрі жеңіл қорытылатын тағам. Екінші тапсырма. Рөлге бөліп оқы. Көкөністер мен жемістер айтысы. Сәбіз. Адамның бойын өсірем, ауруын көздің кетірем. Бойшаң сұлу сәбізбін, күн көзімен жетілем. Шөлдесе шөлі қанатын, бүйрекке шипа табатын. Адам үшін пайдалы, жоғары менің санатым. Жасауратып көзіңді, ауруға қылам төзімді. Мыңда бір шипа пиязмын, серт қылам осы сөзімді. Алма деген арумын, темірдің көзі дәрумін. Сақталамын тым ұзақ, сондықтан мен тәуірмін. Қызылша деген атым бар, қант берер затым бар. Адам қанын көбейтем, ал сендер тыныш жатыңдар. Таласпаңдар, қойыңдар, араздықты жойыңдар. Бәрін қымбат мен үшін, бағбанмын ғой, мойындар. Авторы Жадыра Жұмақұлбай. Темірдің көзі дәрумін сөйлемінің мағынасы алманың құрамында темір минералы бар деген мағынаны білдіреді. Үшінші тапсырма. Кейіптеу тәсілімен суреттелген кейіпкерлерді ата. Кейіптеу тәсілімен суреттелген кейіпкерлер сәбіз, қарбыз, пияз, алма және қызылша. Ары қарай бізде төртінші тапсырма. Жұмбақты шеш, оның суретін сал. Бұл не деген көп киім, 70 қабат көк киім. Жаңбыр одан өтпейді, қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді. Бұл әрине орам жапырақ. Енді сіздер дәптерлеріңізге осы орам жапырақтың суретін саласыздар. Келесі білгенің жөн. Жылдың кез келген уақытында адам ағзасына дәрумен қажет. Дәруменді біз жеміс-жидектерден, көкөністерден аламыз. Сондықтан әрқашанда көкөністер мен жеміс-жидектерді жеуіміз керек. Келесі бізде тапсырма 5-ші. Сурет бойынша ойыңды қорытып айтып бер. Бұл жерде жалпы жемістер көрсетілген. Жалпы жемістер мен көкөністер біріншіден дәрумен берсе, екіншіден тағам ретінде, ал үшіншіден дастарханға сән ретінде қоя аламыз. Мысал үшін, жүзімді алатын болсақ, жүзімде Е витамині бар, алмада күннен алынатын Д витамині бар, бананда С витамині, құлпынайда В, апельсинде А дәрумені болады екен. Суреттегілердің бірінің пайдасы туралы ақпарат ізде. Қызанақ. Қызанақтың құрамында адам организміне пайдасы мол В1, В2, В5, В6 және А, Е, С дәрумендері бар. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ асқазанымыздағы гастритті емдеуге, жүрек, қан тамыр ауруларында, асқазан ішек жолдарында, іштің қатуын, қантты диабетке және семіздікке шалдыққан науқастар үшін өте құнды тағам.